Достар, тағы да ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін біз 9%-дық наурыз ипотекасы жайында кішігірім мен сіздерге лайфхак және ақпарат бергім келеді. Наурыз ипотекасы отбасы банк арқылы беріледі. 18 жастан бастап барлық Қазақстан азаматы қатыса алады. Ол үшін атында соңғы 5 жылда үй болмауы керек. Яғни Алматы қаласынан үй алатын болсаңыз 36 миллион теңгеге дейін бірінші нарықтан алсаңыздар болады. Облыстан алатын болсаңыздар, яғни мына біздің Алматы облысынан Талғар, Қаскелең жақтан алатын болсаңыздар, 30 миллион теңгеге дейін бірінші және екінші нарықтағы үйлерді алсаңыздар болады. Ол жерге жер үйде кіреді, обычный квартирада кіреді негізі. Енді көпшілік қауым бізде осы наурыз бағдарламасына қатысады. Қатысатын кезде, например, сіздің вознаграждениеңіз 10 мың, 20 мың болатын болса, қолдарыңызда 5 миллион бар, либо 3 миллион теңге бар, ол кісі не істейді? Мен осы ақшаммен қатысатын болсам, ұтып кетемін, конкурстан өтемін деп ойлайды, конкурстан. Олай емес, достар. Кемінде наурыз ипотекасынан конкурстан өту үшін вознаграждение 50 мыңнан 100 мыңға дейін, 100 мыңнан 120 мыңға дейін болу керек, шарт. Әрбір наурыз ипотекасы болған сайын алдын ала отбасы банк өзі жариялап отырады. Әрбір кезеңде балдар әртүрлі болады негізі. Например, алдыңғы осы болған наурыз ипотекасында адамдар 50 мың вознаграждениеден бастап өткен болатын. Ал оған дейін ондай вознаграждениемен адамдар қатыса алмайтын. Қатысады, тек қана конкурстан өте алмай қалып отыратын. Енді қараңыздар, 36 миллион теңгеге дейін Алматы қаласынан бірінші нарықтан үй алатын болсаңыздар, 20% первоначальный взнос керек болады. Яғни 7 миллион 200 мың теңге 36 миллион теңгенің үйіне жетеді. Оны сіздер черновой вариантта аласыздар. Екінші мәселе, 10%, егерде үй чистовой вариантта берілетін болса, құрылыс компаниясынан Алматы қаласы бойынша 36 миллион теңгеге сізге 3 миллион 600 мың теңгеңіз болатын болса, 10% первоначальный взнос құйып, сіз қатыса аласыз. Бірақ та мен көпшілік өзімнің бауырларыма айтатыным, 10%-бен қатысу аса қатты тиімді емес. Ай сайын төлем көбірек шығып кетеді сіздерде. Мейлінше ыңғайы келетін болса, 20%-бен қатысыңыздар. Одан соң, көп адам 36 миллионға одобрение алғаннан кейін үй іздеп 6 айға дейін жүретін кездері болады. Өйткені бұл ипотека бізде 6 айға дейін уақыт беріледі. Дұрыс қой? Кейбір жағдайда үйді таңдап қойып, құрылыс компаниясы кешіктіретін болса, отбасы банк сіздердің өтінімдеріңізге байланысты кішігірім оны созып береді тағы да 5-6 айға деген сияқты нәрсе. Бұл жердегі ең маңызды ақпаратты айта кетейін, достар. Мен одобрение алдым ғой, 36 миллион теңгеге үй тауып аламын ғой, тағы да күтейін деген нәрсемен ойламаңыздар. Өйткені сіздер сияқты қатысушылар өте көп. Кем дегенде бір қалада, Алматының өзінде бізде 5 мың, 10 мың адам бір өткен кезде осы конкурстан өтіп жатады, бірден одобрение алып. Қатысушылар саны өте көп болады. 20 мың, 30 мың, 40 мың, 50 мыңға кете береді. Ол нақты ақпаратты бізде әрбір кезеңге байланысты айтып отырады. Енді 36 миллион теңгеге одобрение алғаннан кейін сіздерге үй керек қой. Сіздер көпшілік қауым 36 миллион теңгеге давайте мен 3 миллион трехкомнатный квартира болмаса 2 бөлмелі 70 квадратты квартира алып алайыншы деп ойлайды. Бірақ та оның, например, әйелімен өзі ғана болады, болмаса даже бойдағы жігіттер болады. Үйтіп үлкен квадратты бірден наурыз ипотекасымен алу сіздерге пайдалы емес, тиімді емес. Оның ай сайынғысы неге десеңіздер 300 мың теңгеден асып кетеді 36 миллион теңгеге үй алатын болсаңыздар. Сондықтан, егерде мен мысалы бойдағы жігітпін, мен ипотекаға наурызбен өтіп, Аллаға шүкір, ипотекаға өттім, барлығы жақсы. Бірақ та 36 миллион теңгеге мен үйді алмайтын едім. Неге дейсіздер ма? Оның ай сайын төлеммен үйді төлеп тұратын болсам, маған ол қиын болып кетеді. Сондықтан, мен үй алатын болсам, кем дегенде мен 20, 22, 24 миллион теңгеге ары кетші үй алатын едім. Оның ай сайын төлемі 200 мың теңгеден асаран аспас болады. Зато менің қалтамда ремонт жасағанға ақша қалады. Болмаса чистовой вариант табатын болсам, енді 25 миллион теңгеге дейін барынша іздеп, чистовой вариант үй алар едім. Оның ай сайын төлемі бізде 200 мың теңгеден 240-250 мың теңгеден аспайды, достар. Поэтому, егерде наурыз ипотекасына өткен болсаңыздар, бірінші вариант өзіңіздің жағдайыңызға қараңыздар. Бірден 2 бөлмелі, 3 бөлмелі үйді 36 миллион теңгеге, даже тіпті қазір құрылыс компанияларында 36 миллион теңгеге өте қиын 3 бөлмелі үй тауып. Сол үшін де ең бірінші, жалғыз өзіңіз ғана болатын болсаңыз, болмаса әйеліңіз, кішкентай бір ғана балаңыз болатын болса, менен совет сіздерге 47 квадраттан артық үй алмай қойыңыздар. Кейін реттеліп, үшін ремонт жасап, барлық жағдайыңыз жасағаннан кейін болашақта ол үйді сіз сатып жіберсеңіз болады, наличка бағаға. Болмаса кейін оны барынша
оны жаңағы ертерек жабатын частичный досрочный погашение деген болады. Соның жолдары бар, мен оны болашақта айтатын боламын. Сондай түрінде жауып, сіздер оны сатып, 50-50 бағдарламасымен отбасы банк арқылы азырақ пайызбен үй алсаңыздар болады. Ол болашақта, бірақта. Мен айтқым келетіні, мейлінше Наурыз ипотекасымен үй алдыңыздар ма, семьяңызда 2-3 адам ғана тұра ма, 47 квадраттан артық 25 миллион теңгеден артық суммада үй алмаңыздар, бауырлар. Ол өздеріңізге ай сайын ауыр болып кетеді. Бүгінге осы.